Барлығына сәлем. Мен Сұлтан Қазақбел, доллар мен миллионер. Және де өзінің өмірлік бағытын нақты түсінген қызбын. Жасым 18-де. Бүгін сіздерге бір күшті тақырыппен бөлісейін деп отырмын. Мен кәдімгідей дайындалып, бәрін жаздым. Сол үшін жіберіп алмаңыздар, әсіресе 10-11 сынып түлектері немесе студенттер де қарап өздеріне пайдалы кеңес алса болады. Сонымен бүгін бірінші бастайтыным өзім жайлы айта кетейін. Мен жаңадан бітірген, мектепті жаңадан бітірген түлекпін. Қазір бірінші курста Астана қаласында ИАГИ институтында оқып жатырмын грантқа. Бірақ мен жалпы гранттан өтпей Акимский грантқа түстім. Яғни 2 иностранных языка, шет тіліне түсіп, өзімнің грантымды ұттым. Мен сондай бақыттымын. Және де енді сіздермен осы ақпараттармен бөлісейін деген. Өйткені мен мысалы өзім N-тан 105 бал алдым. 105 бал алып, 50 гранттың ішінен 3-ші орын иелендім. Ал ең соңғы орын иеленген, бірақ грант ұтып алған қыз 76 бал алды. 76 балмен грантқа түсті. Ал қалған 100 бал алған менің құрбыларым, олар платныйға барды, себебі олар білген жоқ, осындай Акимский грантым барын білген жоқ. Бұл үлкен қателік. Сол үшін, пожалуйста, осы видеоны көріп отырсаңыздар, міндетті түрде оны қолданыңыздар кейін. Және басқалармен бөлісіңіздер, пайдаларыңызды тигізсеңіздер, өздеріңізге де қайтып келетінін ұмытпаңыздар. Ал енді бірінші, конечно же, жалпы грант. Жалпы гранттың шарттары түсінікті деп ойлаймын. Ол үшін N-ға дайындалу керек, және айтпақшы ең күшті жаңалық ОБТ 2023-те 2 негізгі ОБТ қалатын болды. Яғни сіз өзіңіздің грантқа ең жоғары балға иеленген сертификатыңызды қолдана аласыз. Бұл деген күшті мүмкіндік деп ойлаймын. Және Қазақстан тарихына 20 бал, то есть 20 сұрақ, ал оқу сауаттылығына 15 сұрақ қоятын болыпты. Білмеймін, әркімге әртүрлі. Мен ажырмын, бірдеме тұрып қалдым. Ладно. Короче, дальше. Сол жалпы грантты қалай иелену керек? Біртүрлі. Мен бірінші рет түсіріп отырмын даладан. Ладно, үйренеміз. Так, жалпы грантқа түсу үшін мен айтар едім 10-ші класстан бастап дайындалған күшті болады. Себебі мен бар болғаны марттан бастадым дайындықты. Это было большим қателігім. Үлкен қателік болды. Өйткені мен басқа пландармен жүріп қалдым. IELTS тапсырам деп, Назарбаевскийға тапсырам, сол жерде оқимын деп армандап қатты басқа варианттарды қарастырмадым. Ал сіздердің бұл қателікті жібергендеріңізді мен қаламас едім. Сол үшін мен сіздерге осы ақпаратпен бөлісіп отырмын. Өте құнды ақпарат, өте. Жазып отырыңыздар. Сосын педквота деген нәрсе бар. Педквота деген грант, ол өздері университеттер грант бөледі. То есть сіз сол жаққа барып, аймақтық грант деп айтса да болады. Яғни Павлодар, Петропавл, Талдықорған деген жерлерде өздері университет грант бөледі. Сол жерде таңдауларыңызға қоссаңыздар болады. Педквота тек қана педагогикалық мамандықтарға бөлінеді. Сонымен бірінші біздің мүмкіндігіміз жалпы грант, ол бәріне беріледі. Оған болмаса жаңағы педквота, яғни күшті престижный универлер таңдап қана қоймай, 4 таңдау ішінде жаңағы аймақтық универлерде таңдасаңыздар, мүмкіндіктеріңіз көбейе түсуге. Және Акимский грант менің сүйікті грантым. Өйткені сол Акимский грант болмаса, мен бұл жерге түспедім. Мен бір танысымды көріп қойдым. Ладно. Акимский грант, ол жерде оп-оңай деп айтамын. Ол жерде бар болғаны сіз өзіңіздің құжаттарыңызды тапсырасыз. Бірақ құжатты уақытылы тапсырыңыздар, өтініш. Және ол ақпараттарды қайдан аламын десеңіздер, мен сіздерге ссылка қалдырамын. То есть телеграмда өздері айтып отыра. Және Омарбек деген кісіні инстаграмнан тауып алыңыздар. СДУ-да жұмыс жасайды, короче. Білмеймін нақты кім екенін, но СДУ-да жұмыс жасайды. Өте күшті мотиватор, өздерінің студенттерді вообще қатты құрметтейтін
жақсы кісі. Ол кісі үнемі уақытында өзгерістер туралы, жаңалықтар туралы Акимский грантты мен сол кісіден жақсы естіп біліп алдым. Және ол кісі 9 түрлі гранттың түрін айта кетті. Ал мен сіздерге 9 грант туралы айтамын. Көбірек айтам ба десем, в общем, осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сосын бізде осы Астанада бір жақсы жері, сіз бұл жерде тұрсаңыз да тұрмасаңыз да басқа қаладан келіп осы Акимский грантқа үміткер бола аласыз. Басқа, мысалы, Алматы облысына СДУ-ға, кстати, 100 грант бөлінді, 100 шақты грант. Но сол Алматы облысының тұрғыны болу керексіз. Мне кажется, біздікі вообще классный мүмкіндік, оны жіберіп алмаңыздар. Яги деген институтты көбісі біле бермейді, бірақ та мен айтар едім, ол деген кішкентай болса да, шағын болса да өте профессионалды мамандардың жиналған ортасы. Ол жерде мен бір обзор жасаймын кейін. 100 лайк басып кетіңіздер. 100 лайк болса мен обзор жасаймын. Вот, в общем, сол. Келесі ректорский грант. Ректорский грант, кстати, бүкіл университеттерде болады. То есть ол жерге сіз 2-ші, 3-ші, 4-ші курстада қатыса аласыз. Ол жерде сізге толық 100%, бір жылға ғана грант беру мүмкін, немесе бір семестрге, немесе скидкалар болуы мүмкін 50%, 30%, или вообще ничего. В общем, ректорский грант дегеніміз ол аса бір керемет емес, өйткені стипендия ештеңе жүрмейді, және ол белгілі бір мөлшерде ғана болады. Келесі вакантный грант. Вакантный грант дегеніміз ол егер де студент, то есть жалпы грантты ұтып алған студент басқа шетелге кетіп қалса, бірінші, екінші өзінің мамандығын ауыстырып жүрсе, немесе вообще оқуын тастап кетсе, онда оның гранты жойылады. Ол жойылған грантқа міндетті түрде басқа платный оқып жүрген студент алады. То есть сіз платныйда оқып жүріп грантқа ауыса аласыз. Бұл деген керемет қой. Сол үшін өзіңіздің GPA-іңізді жоғары ұстаңыз, 3-тен жоғары болу керек. Желательно 3-те 5-тен жоғары десем болады, өйткені конкурс өте жесткий болады ондай кезде. Сосын міндетті түрде өтініш жазу керек ректорға или деканатқа. Ол өтінішті либо бірінші семестрдің соңында, немесе екінші семестрдің аяғында жазсаңыздар болады. Келесі Түркия бурсалары. Бұған мен қалай тіркелу керек, соның бәрін айтатын бір бөлек YouTube-тан видео шығаруым керек шығар. Өйткені ол шынымен үлкен тақырып, оның қыр-сырын түсініп алу өте маңызды. Қалай мотивационный письмо жазу керек, оның бәрі керек нәрсе. Короче, Түркия бурсалары, яғни сіз шетелде Турцияда оқығыңыз келсе, тегін мемлекеттік грант бөледі. Именно шетелдіктерге, яғни біздерге. Олар тегін грант қана бермей қоймай, стипендия береді. Тұратын жеріңізді тауып береді, және тамақ, 3 мезгіл тамақ береді асханаларында. Жолыңа барып келгенге 2 рет ақша төлейді. Сондай керемет мүмкіндік. Короче, бұл туралы мен бөлек видео арнаймын. Короче, бұл нәрсені де сіздер жіберіп алмаңыздар. Тапсыра салыңыздар Түркия бурсаларына. А вдруг түспейтесіз? Бірақ оған сеніп қалмаңыздар тоже. Енді келесі Назарбаевский университет, мен бүкіл жарты жылымды солған арнадым. Мен бірінші IELTS-ті таңдадым. IELTS алып алайын деп жүріп, 6 балл алу үшін фаундейшнға мен кәдімгідей дайындалдым. 4-5 ай дайындалып тапсырғанда 5-те 5 алып қалдым. Кстати, интерпреске интерпреске тапсырмаңыздаршы. Ұнамайды маған. Оданша Бритиш Каунсилға барып, сол жерден тапсырған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол жерде носитель языка сізден спикинг сұрайды, ал неде қалған, мысалы, интерпресте тек қана бір ғана апай бар спикинг алатын. Ол кісі кішкене вредная. Мен сөйтіп 5-те 5 алып өтпей қалдым. То есть автоматически мен өтініш тастай алмаймын. Бірақ Назарбаевскийға IELTS тапсырмай тұрып тіркелу керек. То есть тіркелу ол где-то қыста, декабрь айында
желтоқсан айында жүреді. Келесі то есть Назарбаев университетіне тоже фаундейшнға, егер IELTS-іңіз 6 болса, фаундейшнға, егер де IELTS-іңіз 6,5 болса, онда бакалаврға сразу берсеңіз болады. Мен ойлап тұрмын, может быть, тоже тапсырып көрем деп. Хотя мен бірінші курс оқып жатырмын, но я могу сразу бакалаврға ауысуға. Ол жерде шарты міндетті түрде бір жерде оқып жатсаңыз тапсырмайсыз деген шарт жоқ. То есть сіз оқып жүріп, 11-ші сынып оқып жүріп, немесе 1-ші курс, 2-ші курс, без разницы, курс оқып жүріп, немесе вообще оқымасаңыз да тапсыра аласыз. Сондай керемет мүмкіндік. Бірақ енді оқу кішкене қиын деп айтады. Қиындықтан қашпаймыз. Тек қана алға. Келесі фонд Казахстана. То есть бұл фонд осы жылы ғана бөлді, белгілі бір грант, өте көп грант бөлді. Бірақ та оның өзінің шарттары бар. То есть барлық адамдар қатыса бермейді. Тек қана жалғыз басты, отбасыдан шыққан балалар, немесе көп балалы, немесе инвалидности бар, сондай басқаша өзінің шарттарымен ғана қабылдайды. Бірақ бұны да көбісі қолдана бермейді. То есть көбісі біле бермейді қалай тапсыру керектігін. Сұраңыздар, пожалуйста, ізденіңіздер. Қазірден бастап сол жерге барып, универлерден сұрап, бүкіл ақпаратты алып отырыңыздар. Және де осы Астананың тұрғыны болсаңыз, қалған қалаларды білмеймін, өздеріңіз сұрап көріп алыңыздар. Короче, международная выставка болады бүкіл университеттердің. Ол жерден қарап, мүмкін ол жерде гранттар бар, кстати, шетелге грантпен түсу туралы барлық ақпараттарды біліп алыңыздар. 22-ші қыркүйек күні экспода болады сағат 10-да. Жаль, мен бара алмаймын сағат 10-да. Но мүмкін барып қалам, көреміз. Сондай жерлерден қалмаңыздар, өтініш. Және мүмкіндік болса IELTS тапсырып алыңыздар. Өйткені IELTS тапсырсаңыз, сіз тіпті универ оқысаңыз да академическая мобильностьпен шетелге шығуға, жарты семестр оқуға мүмкіндігіңіз болады. Бұндай мүмкіндіктерді менің ойымша жіберіп алмау керек. Тек қана қолданып, өзіңіздің алдыға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Мен сіздерді жақсы көрем. Барлықтарыңызға рахмет. Және міндетті түрде маған тіркеліп кетіңіздер. Өйткені алдыда мен өте көп құнды материалдармен бөлсем, және лайк басып, жақсы комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен сонша көп дайындалдым осы бірінші видеоны салуға, нормально дайындалайын, шашымды қияйын деп, кстати, вот шашымды қидым. Сосын штатив алайын дедім, штатив алдым. Ойбай, айфон алайын, әйтпесе обычный телефонмен дұрыс әдемі шықпайды деп айфонды алдым, білесіздер ме? Мен де бір нәрсе айту керек. То есть менің армандарым, ойлаған дүниелерім бәрі орындалды. Лишь бы ютубқа видео салу үшін, сіздер үшін. Сол үшін менің бір маған деген алыстарыңызды солай білдіріп қойсаңыздар болады. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Воздушный поцелуй. Пока.